Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте нәзік әрі дәмді болып шығатын пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Пончиктер өте дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Жасалу жолы да өте оңай. Бір ғана жұмыртқадан осынша көп пончик шығаруға болады. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірге дайындайық. Ол үшін бізге осы заттар қажет. Описание бөліміне толықтай жазып кететін боламын. Ең алдымен жылы сүтті үлкендеу ыдысымызға құямыз. Оның үстіне шекер саламыз. Ашытқы саламыз. Жақсылап араластырамыз. Айтпақшы достар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ертілген сармайды саламыз. Араластырамыз венчикпен. Бір жұмыртқаны шағып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнның жартысын електен өткізіп саламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Екі бөліп саламыз. Араластырамыз жақсылап. Шым-шым тұз саламыз. Және де ванилин саламыз, жарты шай қасық. Жақсылап араластырамыз. Ұнның қалған бөлігінде електен өткізіп саламыз барлығын. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар ұнды. Сонда пончиктер өте жұмсақ болып шығады. Бұдан соң қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Сұйық-май құямыз. Сұйық-май сіңгенше жақсылап илейміз. Бұдан соң бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа алып қоямыз. 1,5 сағат өтті. Қамырымыз көтерілді. Оны алып, екіге бөлеміз. Мен ыңғайлы болу үшін екіге бөліп алдым. Домалақтап, суала қылып аламыз. Бұдан соң оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Шамамен 1 сантиметрдей қалыңдықта болу керек. Жайып болған соң осындай форманың көмегімен дөңгелектеп кесіп шығамыз. Егер сізде бұндай форма болмаса, стақанның көмегімен домалақтап кессе де болады. Шетіндегі артық қалған қамырды біркелкі етіп біріктіреміз. Домалақтап алып қоямыз бір шетке, бетін жауып. Кесілген қамырдың бетін осылай пищевой пленкамен немесе целлофанмен жауып қоямыз. 20 минут тұру керек. 20 минут өткен соң қамырымыз кішкене көтеріледі тағы да. Осылай көтеріліп шыққаннан кейін ғана барып, ортасын тесеміз.Інде осындай кремге арналған насадка. Барлығын осылай дөңгелектеп кесіп шығамыз. Егерде сізде осындай кремнің насадкасы болмаса, ортасын оймай пісірсеңіздер де болады. Артық қалған қамырлардың барлығын біріктіріп, суала қылып алып қоямыз домалақтап. Одан соң қызып тұрған майымызда қуырып аламыз. Май қатты қызып кетпеу керек. Орташа отта қыздырып аламыз майды. Май қызғаннан кейін осылай салып, пончиктерімізді пісіріп аламыз. Мен шанышқының көмегімен осылай екі жағын тез-тез аударып тұрып пісіремін.
Сонда екі жағы да бірдей қызарып шығады. Видеоны тездетіп қойдым. Орташа отта піскен соң бұлар ұзақтау піседі. Осылай тағы да аударып шығамыз. Екі жағы да қызарып піскеннен кейін майдан алып, қағаз салфетканың үстіне қойып, суытып аламыз. Енді шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге бір шоколад керек. Өздеріңіздің ұнатқан шоколадтарыңызды қолдансаңыздар да болады. Мен Милка шоколадын қолдандым. Шоколадты осылай пышақтың көмегімен кесіп, дайындап аламыз. Одан соң ыдысымызға салып, су моншасында ерітіп аламыз. Осылай қайнап тұрған судың ішіне салып, ерітіп аламыз. Кішкене суытып аламыз. Одан соң ғана барып, пончиктерімізді осылай шоколадқа батырып аламыз. Шоколадты еріткен бойда пончиктерді батыруға болмайды, себебі ағып кетеді барлығы. Кішкене қату керек шоколад. Одан соң бетіне осылай әсемдеп шығамыз. Мен кондитерлік посыпканы қолдандым. Өздеріңіздің қалауыңызша безендірсеңіздер болады. Егерде шоколад қоюлау болса, осылай сұйық араластырып жасасаңыздар да болады. Сары май қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Шоколадты қату үшін тоңазытқышқа кішкене қойып алсаңыздар да болады. Осылай шоколадты пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Көріп тұрғаныңыздай, іштері де өте жақсы болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңызға өте қатты ұнайды. Егерде шоколадты ұнатпасаңыз, осылай бетіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдесеңіздер де болады. Бұл да өте дәмді болып шығады. Менде осынша пончик шықты. Негізі бұдан да көп болып шықты. Бірнешеуі желініп кеткен болатын. Неке осындай керемет шоколадты, дәмді пончиктерді сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.